Баршаңызға сәлем, қажет арнасына қош келдіңіз. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп отыруыңызды сұраймын. Қандай витаминдерді анализ тапсырмай-ақ қабылдауға болады? Бүгін осы жайлы айтатын боламын. Ендеше тыңдаңыздар. D3 анализсіз тек профилактикалық дозада қабылдауға болады. Ересектер 5000 мг дейін, балалар 1500 мг дейін екен. Үлкен дозаларда анализде D3 дефицит екенін көрсеткенде ғана қабылдау керек. Омега-3 анализсіз қабылдауға болады екен. Анализ тапсыруға болады, бірақ ол қымбат. Оны тапсырудың қажеті жоқ. Өйткені күнделікті балықты өте аз жейміз, немесе мүлде жемейміз. Сондықтан омега-3 барлығымызда тапшы екен. Келесі витамин бізде магний. Магнийді анализсіз қабылдауға болады екен. Магний суда еріп кетеді, ағзада жиналып қалмайды екен. Витамин С. Витамин С-ні анализсіз қабылдауға болады. Профилактикалық дозада күніне 1000 мг дейін. Лецитин бұл кәдімгі тамақ. Оған арнайы анализ түрі жоқ екен. Ұзақ уақыт қабылдауға болады. Келесі иод. Иод анализсіз қабылдауға болады. Өйткені Қазақстан иод тапшылықты аумаққа жатады екен. Сондықтан нормадан аспай анализсіз қабылдауға болады. Келесі витамин бізде кальций. Кальцийді анализсіз қабылдауға болмайды. Артық кальций бүйректе қан тамырларда жиналады екен. Ол ағзаға өте қауіпті. Витамин D дефицит кезінде кальций мүлдем қабылдауға болмайды. Өйткені витаминдісіз кальций сіңбейді. Келесі бізде темір. Темір анализсіз қабылдауға болады. Әйелдер етеккір кезінде жоғалған темірдің орнын толтыру үшін профилактикалық дозада 25-30 мг дейін қабылдау керек екен. Үлкен дозаларды анализден кейін ферритин төмен болса ішуге кеңес береді. Естеріңізде болсын, витаминдерді үлкен дозада анализ қорытындысыз қабылдауға болмайды. Ағзада артық мөлшерде жиналса, токсикалық әсер етеді. Ол ағзаға өте зиян. Достар, ақпарат ұнаса, жүрекшені басып, пікір жазып кетіңіз. Қазақ тілді контентті қолдап кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды.